Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тігін өндірісінің технологиясы пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы жеңдерді өңдеу және оларды бұйыммен біріктіру. Мақсатымыз осы жеңдерді өңдеу және оларды бұйыммен біріктіру жолдарын үйрену. Астарлы бұйымдарда жеңдерді өңдеу, жең бөліктерін қатырмалаудан, бүкпелерді, тілікшелерді сырып тігуден, жең бөлшектерін қалыптаудан, жең бөліктерін біріктіруден, астыңғы қиық пен жең түп қиығын өңдеуден тұрады. Операцияларды орындау реттілігі мен олардың маңызы жең пішімі мен моделіне, сондай-ақ пайдаланылатын материалдың қасиеттеріне байланысты болады. Қондырма жеңдерді өңдеуді жең бөліктерін қатырмалаудан бастаймыз. Ол мына параграф 3-2 бөлімшеде көрсетілген. Безжақтың жеңі мынадай бөліктерде желімдік ішіктермен қатайтамыз. Жең аузының бүгілу қосымшасы, екі тігісі жеңнің үстіңгі бөлігіндегі шлица қосымшасы, шынтақ аударылымы тұсындағы жең түп бөлігінде. Бүкпелерді, тілікшелерді, әрлегіш тігімдерді жеңдерде басқа негізгі бөлшектер сияқты орындаймыз. Екі тігісі жеңнің үстіңгі бөлігін алдыңғы қиықты шынтақ деңгейінде созу арқылы қалыптаймыз. Оң жең мен сол жең қалыптаудан қатар өтеді және оны ерек жасықшалары бар гладилейді немесе үтікпен жүзеге асырамыз. Екі тігісі жеңнің үстіңгі бөлігінің шынтақ қиығын және бір тігісті жеңнің артқы қиығын шынтақ деңгейінде шынтақ аударылымының сызығына дейін жиып үтіктейміз. Қалыптаудан кейін екі тігісті жеңнің үстіңгі және астыңғы бөлігін біріктіреміз. Сырып тігу тігімін жең түп қиықтарынан бастап саламыз. Алдыңғы қиықтарды жеңнің үстіңгі бөлігі жақтан, шынтақ қиықтарды астыңғы бөлігі жақтан сырып тігеміз. Қажет болған жағдайда қиықтардың арасында белгішілер паталар салынады. Ал жең аузын шеттік тігіспен немесе манжетамен өңдейміз. Жең астарын жеңге жең пішімі мен моделіне қарай жеңді бұйыммен біріктіргенге дейін не одан кейін қосып тігеміз. Қондырма жеңнің аузын бүктеме тігіспен өңдеген кезде көбінесе жеңді астармен қолтық ойындысына қондырып тіккенге дейінгі біріктіреді. Бұл жағдайда жең аузын өңдер алдында жең астарын дайындап алу қажет. Жең астарында алдыңғы не шынтақ қиықтарын жеңдегі сияқты сырып тігеді. Тігімді астыңғы қиықтардан бастап салады. Алдыңғы қиықтарды жеңнің үстіңгі бөлігінің астары бойынша, шынтақ қиықтарын астыңғы бөлігінің астары бойынша сырып тігеді. Жеңнің астыңғы қиығын астармен жең аузының бүгілу қосымшасына ені 10 мм-дей тігіспен қосып тіге отырып өңдейміз. Бұл ретте қосып тігу тігімінің астына жең жақтан желімдік өрмек не желімдік тор салуға болады. Бұл желімдік материалдар кейінгі ылғалды жылулық өңдеу кезінде жең аузының бүгілу қосымшасын бекіте отырып қайырма тігімді алмастырады. Жең аузының бүгілген жерін жатқыза үтіктейміз. Одан кейін жең түп қиықтарынан бастап жең мен астарының шынтақ немесе алдыңғы қиықтарын бір мезетте сырып тігеміз. Сырып тігу тігісінің қосымшаларын жеңдерді айыра үтіктейді және астарда жатқыза үтіктейді. Егер жең аузының бүгілу қосымшасы бойынша желімдік тор не желімдік өрмек салынбаса, онда жең аузының бүгілу қосымшасын алдыңғы және шынтақ тігістердің қосымшаларында машина не қол тігіммен бекітеді. Одан соң астардың шынтақ тігістердің қосымшаларын жеңнің шынтақ тігістерінің қосымшаларына жең аузынан
50-100 миллиметрдей қашықтықта ұзындығы 60-тан 10-ға дейін қосып тігеді. Машина тігімін қол тігіммен алмастыруға болады. Жеңді беткі жағына айландырады, жең аузын баса тіктейді. Жең астында көбінесе шынтақ тігісінде орналасатын шлица жасайды. Конструкциясына байланысты шлицалар суретте көрсетілгендей бүкпелі, бір шеті бекітілген және ашық болады. Мұны суретте көріп отырсыздар, шлицалардың түрлері және манжеталарда қалай өңдеу түрлері көрсетілген. Біздің бүгінгі сабағымызда осы сабағымыз аяқталды. Енді осы үйге тапсырма төмендегі көрсетілген сұрақтар бойынша киімді дайындау технологиясы және технолог оқулықтарын пайдалана отырып осы сұрақтарға дайындалып келеміз. Қош сау болыңыздар.